Арыста барлықтарыңызға қайырлы кеш. 3 күн болды ма, стористе болмағаныма. Туған күннен кейін жоқ болып кетіппін. Енді айтып жатқандарыңыз бар шығар, көбісін көргендеріңізге қуанып жатқандар да бар. Біреулер айтып жатыр, ой, мынау тағы келген ба, не келе береді деп. Бұл келу маған оңай болған жоқ, достар. Мен міне деп келе салған жоқпын. Көп ойландым. Осылай дұрыс деп қабылдадым. Мені жақсы қарсы алып жатқан жандарға көп рахмет. Мен келсем маған кетіп баратыр. Нөл бетпен сіз. Кетіп баратсыңдар. Болдыңыз, сөйтчестік. Раптадан кетіп тұрмаңдар. Ішінде кейде жаңағы отек, оның барлығы кетеді, уайымдама дейді. Кетеді дегені 1 жыл жүрдім ғой мен қисық бетпен, еще бетім қатты қисайып, быт-шыт болып кетті, еще кожам вообще ужасный болып кетті. Ана нитилар маған дұрыс шақпады ма, білмеймін. И қазір байқайсыздар, қараңыздар. Күлем. Көрдіңіз ба? Мына жағында мынандай сызық бар. Мына жағын да істеп тұрмын мен. Істелмейді, көрдіңіздер ме? Мына жағында істеледі. Мына жақтағы мышцаны қатты алып жүрген да, содан кейін до сих пор менде осы жағында осындай болып қалды, көрдіңіздер ме? Екінші, қазір мен мысалы бұл нитиді алдыртамайсың, өйткені ана корни пускает. Бетімде бүйтіп жайылып тұр ол. Оны не алдырып тастай алмаймын, мен косметологический, аппаратный косметология жасалынбайды. Мен бетіме лазер, жаңағы вообще ондай аппаратпен ештеңе жасауға болмайды, өйткені нити күйіп кетуі мүмкін. И қазір бетім мен мысалы былай қарап жататын болсам, менің бетімдегі нитиларым қозғалып кетеді да, тұқ кетеді да, бүйтіп пісақ қалады өзіне. Сосын мен қолмен ұстап бетімді тартам, орнына саламын. И мына жағымды да бүйтіп бетпен жатқанға қиналамын, а мен ішпен именно жатқан жақсы көремін да. И я по сей день 2018